Сәлем достар, бүгін біз қаңтар ұбт-да кездесуі мүмкін жиілігі өте жоғарғы есептерді шығаратын боламыз. Жалпы қазір 12 есеп шығарамыз, ішіне қиыны да оңайы да бар. Және де ішінде ескеретін, яғни бір ситуацияларды ескеретін сондай да есептер бар. Сонымен бізбен бірге болыңыздар и түсінбеген жерлеріңіз болса төменге комментке жазып кетіңіздер. Ал кеттік, біз бастаймыз. Бірінші есепте былай айтады. Жалпы мүшесі дейді, мына формуламен берілген тізбектің алғашқы үш мүшесін табыңыз дейді. Қараңыздар оқушылар, бізде ең басты бір мықты главный не тұр? Тізбек тұр. Осы тізбек бойынша, яғни AN тең болады 2N минус 1. Так, бізде бірінші, екінші, үшінші, яғни алғашқы үш мүшесін тап деп тұр. Ол кезде бітеміз. Қараңыздар. N-нің орнына бірінші 1-ді береміз. Сол кезде бірінші мүшесі табылады. Сол кезде A1 тең. Так, мына жердегі n-нің орнына біз 1-ді қоятын боламыз. 2 көбейтілген 1 азайтылған 1 тең болады 1-ге. Яғни бірінші мүшесі 1-ге тең. Келесі біз n-нің орнына 2-ні қоятын боламыз. Так, A2, яғни екінші мүшесін табуымыз керек. Так, 2 көбейтілген 3 азайтылған 1. Яғни 2-ні 3-ке өтсек 6, 1 азайтсақ әрине 5 болады. Сонда екінші мүшесі бізде 5-ке тең. Келесі n тең болады 3-ке. Сонда A3 деп отырғанымыз бізде кешірім сұраймын, мына жерде қателесіп кетіппін. Там 2 көбейту 3 емес, 2 көбейту 2 болады. Өйткені мына жерде n-нің орнына 2-ні қойып тұрық қой. Сол кезде 2 көбейту 2, 4 азайту 1 тең болады 3-ке. Келесі, енді мына жерде 5 шығады точно. Так, A3 тең 2 көбейтілген 3 азайту 1 тең болады 5-ке. Сонда 1, 3, 5 дейтін жауап шығады екен. Ондай жауап бізде H жауабында тұр екен. Келесі есеп. Так, функцияның анықталу облысын табыңыз дейді. Қараңыздар оқушылар, бізде анықталу облысы дегеніміз, мықты бір түсіндіріп өтейін сіздерге. Так, бізде екі нәрсе бар. Анықталу облысы деп қысқартып жазып қойын. Анықталу облысы ол x-ның қабылдай алатын мәндері. Яғни x қандай сандарды қабылдай алады, ол анықталу облысы деп аталады. Келесі бізде мәндер жиыны. Так, мәндер жиынын тап дейтін болса, бізде мәндер жиыны деп отырғанымыз ол y-тің қабылдай алатын мәндері. Ал анықталу облысы десе x-терді қарастырамыз, ал мәндер жиыны десе y-терді қарастырамыз. Сол кезде қараңыздар оқушылар. Так, анықталу облысын табу үшін біз не істейміз? Әрине x плюс 2-ке назар аударамыз. Так, кез келген санның дәрежесі кез келген сан бола алады. Сондықтан x-ның орнына біз кез келген нақты санды қоя аламыз. Бұл нақты сандар жиыны әрине минус шексіздіктен бастайды, плюс шексіздікке дейін барады. Сонда x-ның орнына біз кез келген санды қоя аламыз. Өйткені мына жерде түбір асты дейтін өрнек жоқ қой. Ал түбір асты дейтін өрнек тұрса, ол теріс сан қоя алмаймыз. Ал 1 бөлінген x деген өрнек жоқ қой. Ал осындай өрнек кездессе не істейміз? Санды 0-ге бөле алмаймыз. Сондықтан x тең емес 0-ге дейміз мықты. Ал мықты x үлкен 0-ден деп аламыз. Яғни осындай өрнектер болмаса, онда минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін болады жауабы. Так, жауабы Е болады. Так, келесі. Так, құрметті оқушылар, қараңыздар. X бөлінген y дегеніміз 6-ға тең дейді. Ал бізге табу керек 2x плюс 3y бөлінген x. Бұл есепті былай шығарамыз. Так, 2x қосылған 3y и бөлінген x дейді. Енді қараймыз оқушылар. Так, наны біз бөліп жазамыз. Сол кезде бөліп жазу дейтін ол былай. Так, 2x бөлінген x қосылған 3y бөлінген x. Яғни астындағын бөлек алып алдық. Енді мынау жердегі x пен мынау x екеуіне дейді әрине қысқарып кетеді. Так, сонда 2 қосылған, так, 3y-ті x-ке бөлеміз. Бізде x бөлінген y 6-ға тең. Мына жерде x бөлінген y дегеніміз ол 6 бөлінген астында көрінбейтін 1-ге тең. Ал енді бетеміз, короче. Мынандай математикада фокус бар. Так, оң жақ, мына теңдіктің оң жағы, теңдіктің сол жағы. Тұрамызда бетіп айналдырып жібереміз.
бүйтіп айналдырып жүрген кезде мынандай болып өрнек пайда болады. Y бөлінген x тең болады 1 бөлінген 6. Яғни мынау мен мынау екеуінің орны алмасып кетті. Сонда мына жердегі y бөлінген x деп отырғанымыз ше. Мен басқа түспен белгілейін. Мына жердегі y бөлінген x деп отырғанымыз оказывается 6-тан 1-ге тең екен. Сонда біз жазамыз 2 қосылған 3, міне алдымдағы 3 бар, көбейтілген 6-тан 1. Так, 6-дан 1. 3 пен 6 қысқаратта 2 болады. Сол кезде 2 қосу 2-ден 1, әрине 2-ден 1 дейтін 0,5 қой. 2 жарым болады екеуінің қосылса. Сонда жауабы бізде А жауабы болады екен. Так, келесі үшінші есеп. Құрметті оқушылар, мына есепке сіздерге мощный бір лайфхак көрсетемін. Соны әдемілеп жаттап алыңыздар. Так, бізде жұп функцияны қалай анықтаймыз? Мынау бізде y болсын, ал мынау бізде x болсын. Так, мынау y осі, мынау x осі. Егер де функция y осі бойынша, мысалы, бұлай парабола сияқты кететін болса, яғни y осі бойынша зеркальный болса, яғни y осі бойынша зеркальный дейтінді түсінеміз ғой, Так, зеркальный дейтін, оң жағы мен сол жағы бірдей деген сөз ғой, мынау сызық бойынша ше. Мынау сызықтың оң жағы, мынау сызықтың сол жағы. Оң жағындағы, сол жағындағы өрнектер бірдей болып тұрса, беттестірген кезде бірдей өрнек шығатын болса, бірдей функция шығатын болса, ол кезде бұл жұп функция болады. Ал егерде тақ функцияның ережесі қандай? Тақ функция болу үшін ол центр бойынша зеркальный болу керек. Мынау центр бойынша. Мысалы, мынандай функциялар бар. Кубтық парабола. Мынау центр, яғни О точка, яғни тура ортасындағы центр бойынша бір-біріне бүйтіп зеркальный, бір-біріне айна болып тұрады. И сол үшін бұл қандай функция? Бұл тақ функция. Тақ функция дегеніміз, яғни центр бойынша. Центр бойынша деп қойын. Так, центр бойынша бізде зеркальный. Сонда, так, графиктеріне байланысты қай функция жұп дейді. Сонда біз бейтеміз. Так, мынау біріншісі жұп функция болады. Ж деп қойық. Неге? Өйткені y осі бойынша зеркальный. Екеуін беттесіретін болсақ, онда беттеседі. Так, одан кейін өздеріңіз көріп тұрғандай, әрине, мынау бесінші функция тоже жұп болады. Неге? Өйткені астындағысын y осі бойынша беттесірсек, тура бірдей өрнек шығады. Ал мынау бізде тақ болады. Не үшін тақ? Өйткені мынау центр бойынша зеркальный. Яғни y осі бойынша емес, центр бойынша. Ал так, мынау да тоже тақ болады. Мынау тоже центр бойынша зеркальный. Сонда бізде жұпты ғана тап деген жауабы 1 мен 5 болады. Мынау астындағы жауаптар А, Б, С, Д, Е көрінбей қалған. Так, келесі. Так, теңсіздіктер жүйесінің ең үлкен бүтін шешімі жататын аралықты табыңыз деген. Қараңыздар оқушылар. Так, бізде мынау иррационалдық, мынау көрсеткіштік функция. Енді кезек-кезек шығарамыз. Так, екі жағын квадраттап жүреміз. Сол кезде 3x минус 2 тең болады, тең емес, то есть кіші болады 4-тен. Яғни 3x минус 2 кіші 4-тен. Өйткені квадраттап жүрдік қой екі жағында фук еткізіп. Так, енді 3x кіші, мына минус 2, мына плюс 2 болып барады, 6 болып барады. Сонда x, мынау көбейту мына бөлу болып барады, x кіші бізде 2-ден. 6-ны 3-ке бөлсек 2. Енді бұның анықталу облысы бар. Анықталу облысы дейтін түбір астынан қандай санар шықпайды? Әрине теріс санар шықпайды. Яғни 3x минус 2 үлкен не тең 0-ден деп аламыз. Бұл x үлкен не тең 3-ден 2-ден дейтін шығады. Яғни x үлкен не тең 3-ден 2-ден, x кіші 2-ден. Міне бірінші теңсіздікті шығарып алдық. Енді екінші теңсіздікті шығарамыз. Так, мынау 3-тің 1 дәрежесі бар деп есептейміз. 3 пен 3 қысқарады. Сол кезде бізде мынандай өрнек пайда болады. Так, x плюс 1, яғни тек қана дәрежелер ғана қалады. Үлкен не тең 1-ден. 1-ден минус 1 болып қалады. 1-ден 1-ді азайтсақ 0 болып кетеді. Сонда x үлкен не тең болады 0-ден. Сонда бізде екі ось саламыз. Екі ось, міне, ұзын сызық до конца минус шексіздіктен басталады, плюс шексіздікке дейін. Так, бірінші оське бірінші теңсіздіктің жауабын жазамыз. Так,
x кіші 2-ден. Мінекей мынау 2. X кіші 2-ден тік бояп тастаймыз. Келесі x үлкен не тең 3-тен 2. Так, мына жерден 3-тен 2-ні саламыз. 3-тен 2. Ол астына қарай тік кете береді. Яғни екеуінің қиылысқан шеті қайсы? Әрине біз қызылмен бояп қойайық. 3-тен 2-ден үлкен, бірақ 2-ден кіші. Міне, тек қана осы аралықты қамти аламыз. Так, енді келесі. Келесі бізде астындағы функцияның шешімі. Так, 0 дейтін ол примерно наяқта ғой. Ол наяқта жатыр 0 дейтін ше. 0-ден үлкен не тең дейді. Так, 0-ден үлкен не тең наяқта жатады. Енді біз бетеміз астындағы теңсіздік пен үстіндегі теңсіздіктің қиылысқан шетін табамыз. Так, 3-тен 2-ден басталып, 2-ден аяқталады. Так, мынаны не қып қарастырмадық десеңіздер, өйткені 3-тен ол 2-ден кіші, 3-тен 2-ден үлкен болу керек. Мынау жатпайды, мынау жатпайды. И получается мыналар да жатпайды. Тек қана міне осы аралық жатады екен. Екеуіне ортақ аралық. Яғни 3 пен 2-нің 2-нің арасы. Так. Бізде жауап бар ма ондай? Что-то ондай жауап жоқ. Так, бір жерінен қате бар ма? Көрейік. Так, құрметті оқушылар, бізде қараңыздар. Есептің берілген бойынша теңсіздіктер жүйесінің ең үлкен бүтін шешімі жататын аралықты табыңыз деген. Ең үлкен бүтін шешімі қай аралықта жатады? Так, мынау 2-ні қабылдай ма, қабылдамай ма? Яғни 2-ні қабылдамайды. 3-тен 2-ден басталады. 3-тен 2-ні ол тік жақша, яғни қабылдайды. И одан кейін 2-ні қабылдамайды. Так, ең үлкен бүтін шешімі. Ең үлкен бүтін шешімі 2 емес. Өйткені 2-ні міне қабылдамай тұр. Получается, ең үлкен бүтін шешімі оның 1 болады. Бір жатқан аралықты табыңыз. Міне, ең үлкен бүтін шешім жатқан аралықты табыңыз деген. Так, бір қай жерде жатыр? Әрине, мына В. Яғни бір тік жақша болып тұр. Бұл жатады дегенсіз. Қалғандарында жатпайды. Келесі. Так, құрметті оқушылар, егерде түсініксіз есеп болса, комментарийге жазып кетіңіз, хорошо? Да, келесі қандай видео шықсын, келесі қандай нұсқа талдау шықсын, и тоже комментарийге жазып кетіңіз. Ал кеттік, бастаймыз. Логарифм 4 негізі x-1 үлкен 1-ден дейді. Енді оқушылар, бұл есепті шығармас бұрын біз бетеміз. Так, 1-ді логарифмге айналдырып аламыз. Қалай? 1 дегеніміз ол 4 негізді арқылы. Яғни логарифм 4 негізді 4-ге тең. 4 негізі 4 ол 1-ге тең. Сонда біз бет аламыз. Логарифм 4-ті қысқартамыз, логарифм 4-ті қысқартамыз. И получается x-1 үлкен 4-тен дейтін шығады. Яғни x-1 бізде үлкен 4-тен. Ол x үлкен болады. 5-тен деген шығады. И анықталу облыс бар логарифмнің. Ол мына ішіндегі өрнек, мына өрнек всегда үлкен 0-ден болады. Яғни қандай өрнек тұрса да үлкен 0-ден болады. Яғни x-1 үлкен 0-ден. X үлкен 1-ден деп аламыз. Келесі, так, 4. 4-ті 2-нің дәрежесіне келтіріп аламыз. Әрине ол 2-нің 2 дәрежесі. Так, 2 мен 2 қысқарады. Сол кезде 2x-4 кіші 2-ден болады. 2x кіші, так, минус 4-неға плюс 4 барады. 6, 6-ны 2-ге бөлсек, әрине 3. X кіші, так, 2-ден 3 болады. Енді, так, біз әдеттегідей 2 не саламыз? Координаталық ось саламыз. Так, біріншісіне 5 пен 1-ді белгілейміз. Так, наяққа 5-ті белгілейміз. То есть 1-ді белгілейміз. 1-ден плюс x-ге дейін, наяққа 5-ті белгілейміз. 5-тен плюс x-ге дейін. Екеуінің қиылысқан шеті қайсы? Әрине 5-тен бастап плюс x-ге дейін болады. Яғни, мынау 5-тен басталады, и плюс x-ге дейін кете береді. Ал келесі. Так, 2-ден 3-тен кіші дейді. Так, бізде 2-ден 3 дейді, мынау 1 мен 5-тің арасында жатады. Аха, мына жерде 1,5 деген сөз ғой, 2-ден 3 дейді. Кіші дейтін мынау сол жағында жатады. Үлкен десе оң жағында, кіші десе сол жағында. Сол кезде екеуінің қиылысқан шеті. Так, мынау 5-тен бастап плюс x-ге дейін, мынау минус x-тен бастап 2-ден 3-ге дейін. Екеуінің қиылысатын жері жоқ. Сонда бұның шешімі жоқ деген сөз.
қиылыспаса вообще шешімі жоқ деген сөз, логично. Так, келесі. Құрметті оқушылар, бізде y тең синус 11x дейтін функция берілген, функцияның ең кіші периодын табыңыз деген. Қараймыз. Так, ең кіші периодын табу үшін ең кіші периодтың формуласын жазып алайық. Так, t тең, міне мынандай формула бар. 2π бөлінген k деген. Так, k деген не? K деген x-ның алдындағы сан. Аяқта 11-ге тең, сонда 2π бөлінген 11. Жауабы қанша? 2π бөлінген 11. Мынау модульдің ішінде тұр. Если минус 11x болса, плюс 11x болып, по-любому плюс сан шығады. Енді оқушылар, мына жерде біліп жүріңіздер, қосымша мәлімет бере кетейін. Так, синус x пен косинус x-тің, міне, синус x пен косинус x-тің екеуінің, міне, периодтары осындай болады. Ал t тең тангенс пен котангенс к пи бөлінген k болады. K деген тоже коэффициент. Мынау бізде тангенс x пен котангенс x-тің периодтары. Так, келесі. Бізде мынандай есеп берілсе, оқушылар, бірден бүйтіп алыңыздар. Так, төбесінде x бар ғой, x-ті тең дейсіздер, ана минус y-тан яқа плюс y қылып шығарасыздар. И сол кезде былай шығады. Так, пи қосылған y болып шығады. Ал астында, так, мынау x-ті бар ғой, x-ті мына x-тің орнына барып қоя саласыздар. Сонда косинус, так, пи қосылған y и минус косинус y тең болады түбірасты 3-ке. Енді қараймыз оқушылар. Так, бізде мынау косинус пи плюс y. Пи плюс y деп отырғанымыз, яғни екі нәрсе бар. Так, 90 мен 270, яғни төбесі и асты. 90 төбесінде орналасқан, 270 астында орналасқан. Екеуінде алмасады. Синус косинусқа, косинус синусқа. Ал мынақта 360 пен 180. Екеуінде жоқ, алмаспайды. Хорошо? Так, сонда бұл так үшінші ширек. Косинус үшінші ширекте бізде әрине минус қоя. Қараңыздар. Міне косинус плюс, минус, минус и плюс. Мынау минус. Значит, біз таңбасын минус қылып қоямыз. Минус алмаспайды деген сөз косинус, косинус болып қалады деген сөз. Минус косинус y азайту косинус y тең болады түбірасты 3 болады. Енді қараймыз оқушылар. Так, мынау минус 2 косинус y. Минус 2 косинус y тең түбірасты 3 қой. Так, мына жерде косинус y-ті табу үшін не істейміз? Косинус y табу үшін минус 2-ке бөле саламыз. Минус түбірасты 3 бөлінген 2. Так, минус түбірасты 3 бөлу 2. Бұл дегеніміз, қараңыздар оқушылар, кәдімгі тригонометриялық теңдеу ғой. Y тең, бұл әрине плюс-минус болады. Так, плюс-минус. Именно косинус минус болған кезде пидан азайтамыз. Пидан азайту деген сөз ол былай, қараңыздар. Пи азайту. Именно косинус бармыз ба? Түбірасты 3 бөлінген 2. Қандай градуста? Әрине 30 градуста. 30 дейтін ол пи бөлінген 6. И пи бөлінген 6-ны просто пидан азайта саламыз. Сол кезде 5π бөлінген 6 шығады. Сонда плюс-минус 5π бөлінген 6. И плюс. Так, бізде косинустың периоды 2πk болады. 2πk. Енді осыны апарамызда мына жерге апарып қоя саламыз. Мен көкпен көрсетейін яқа. Так, мына жерге мына жерге апарып қоя саламыз. Сонда x тең пи қосылған бетек болады. Пи плюс-минус 5π бөлінген 6 плюс 2πk. Так, тура осындай жауап қай жерде бар? Әрине, мына жерде жауабы сонда А болады. Құрметті оқушылар, мына есеп күрделі есеп, сондықтан дәптерге жазып отырыңыздар. И формуланы да тоже түсіріп отырамыз. Хорошо? Келесі. Так, бұл логарифмдік есеп. Құрметті оқушылар, бұлда да тура көрсеткіштік и логарифмдік. Бұны 8-дің дәрежесіне келтіріп аламыз. Так, мынау 8-дің квадратына тең. 8 бен 8-ді қысқартамыз, и сол кезде дәрежесі ғана қалады. 2x минус 2 үлкен, так, 2-ден. И 2x үлкен 4-ден. X үлкен 2-ден.
болды. Ал мына жерде 1-ді қайтып аламыз, бағана естеріңізге түсіріңіздер. Так, не істейміз? Мынау 5 негізді болса, мынауда 5 негіздіге келтіреміз. Сонда логарифм 5 негізді и 5 болады. Сонда бүйтеміз. Логарифм 5 и логарифм 5 екеуі кетеді. И бізде қалатыны 2х минус 1 үлкен болады 5-тен. Так, минус 1 неқа плюс 1 болып барады. И сол кезде 2х үлкен болады 6-дан. Х үлкен 3-тен. Енді анықталу облыс бар, оны ұмытпаймыз. Так, 2х минус 1 үлкен болады 0-ден. Ал х үлкен болады 2-ден 1-ден. Сонда мынандай жауап шығады. Так, осындай жауап шығады. Мына жерде х үлкен 2-ден деген шықты. Мен қызыл түспен белгілейін, чтобы барлықтарыңызға көріну үшін. Мына 2-ден плюс x-ке дейін. Ол 2-ні қабылдамайды, хорошо? Келесі, так, мынау x үлкен 3-тен. Мына 3-тен плюс x-ке дейін. 3-ті қабылдамайды. И мына 2-ден 1-ден плюс x-ке дейін. Мына бүйтіп қойын. Астымен жүргізейші, чтобы сіздерге понятно болу үшін. Так, астындағы ортақ шешім бізде мынау болады. 3-тен бастап плюс x-ке дейін болады. Ортақ шешім. Яғни екеуінің қиылысқан шеті. Ал мынау екеу осы төбесі и астындағы өрнектің қиылысқан шеті мынау. 3-тен бастап плюс шексіздікке дейін. Так, 3-тен бастап плюс x-ке дейін ол әрине жай жақша болады. Өйткені мына жерде жай жақша. Так, сонда жауабы Е болады. Құрметті достар, осыған дейінгі есепте егер сұрақтарыңыз болса, комментке жазып кетіңіздер, ұмытпаңыздар, хорошо? Так, енді оқушылар, мына есепке кезекті берейік. Так, бұл есепті шығару үшін бірден интеграл дейтін өрнекті кіргіземіз. Так, интегралдың формуласын сізге жазып көрсетейін. Мынау x1, мынау x2. Мынау f от x дейтін функция болады. dx. И міне қараңыздар оқушылар. Так, x1, x2 дегеніміз біреуі мынау кішісі, мынау үлкені. Үлкені всегда төбесінде тұрады. И мынау минус 2 болатын болса, мынау бізде 1 болады. Минус 2 мен 1-дің арасы. Келесі, мынау функцияны табу үшін, мынау параболаны табу үшін бүйтеміз оқушылар. Ана формуласына салып жүреміз өзінің. Так, мынау на точканы анықтап аламыз. Мынау минус 1-де 4 қоя. И мына формулаға салып жүреміз. Y тең a көбейтілген x минус x1-дің квадраты плюс y1. Бұл жердегі, так, x1 дегеніміз минус 1-ге тең, ал мынау дегеніміз, y дегеніміз 4-ге тең. Сонда a дегеніміз ол 1-ге тең. Так, a ол қатты маңызды емес, көбінесе 1-ге тең болады. Так, x қосылған 1 болады. Неге? Өйткені мынау минус бар, мынаның минус бар, екеуі плюс болып кетеді. Қосылған 4 болады. И алдындағы таңба минус болады. Неге? Қараңыздар оқушылар, екі нәрсе бар. Егерде мынау парабола төменге қарап тұратын болса, минус болады. Ал жоғарғы қарап тұратын болса, плюс болады. Мынау бізде төменге қарап тұра бүйтіп. Мына төменге қараса минус болады. Мына бүйтіп қойын. Ал жоғары қарайтын болса, плюс болады. Ал енді осыны ашамыз. Так, минус x квадрат, минус x квадрат. Так, астына жазыш. Минус x-тің квадраты, минус 2x и минус 1. Минус 1 плюс 4, 3 болып кетеді екеуі. Сразу жазып жүрейін. Сонда, минус x-тің квадраты, минус 2x плюс 3. Енді оқушылар бүйтеміз. Так, бізде тура осыны шығару үшін бірінші интеграл алып аламыз. Минус x-тің дәрежесіне 1 қосамыз и бөліп жүреміз. Минус x-тің кубы бөлінген 3 болады. Яғни дәрежесіне 1 қостық, бөліп жүрдік. Азайту. И мынанда дәрежесіне 1 қосамыз, 2x-тің квадраты бөлінген 2. Мынау 2 әшейін қасына жазылып тұрады. Қосылған, мынау 3x, x қылып көбейтіп жүреміз. Ал құрметті оқушылар, біз не істейміз? Біз мына x-тердің орнына 1-ді қоямыз, минус 2-ні қоямыз. Бірінші 1-ді қоямыз, минус 3-тен 1 болады. Так, минус 3-тен 1. Азайту, мынау 1 қойсақ, 1 шығады.
так қосылған 3 болады. Мынау бізде бірінші жақша. Азайтамыз, екінші жақшаға -2-ні қойып отырамыз. Так, -2-ні қойсақ, минус пен минус плюс болып кетеді да, 3-тен 8 болады. Азайтылған, -2-ні қойсақ, мынау кетті ғой, -2-ның квадраты әрине 4 болады. Алдындағы мынау минус, мына жаққа жазылып тұрады. Так, мынау -2-ның квадраты плюс 4 болады. Азайту 6 болады. Енді мынаны есептегі ал. Кеттік. Мынау -3-тен 8, -3-тен 1. Екеуі -3-тен 9 шығады. Өйткені мынау минусқа ашылады. -1 плюс 3. Екеуін қоссақ 2 шығады. Ал мынау -10 шығады. Мынаумен плюс сыртындағы минуспен плюс 10. 10-ға 2 қоссақ әрине 12. Енді оқушылар қараңыздар. 9 3-ке бөлсек -3, 12-ден 3 азайтсақ 9 шығады. Сонда соңғы жауабы бізде 9 деген болады екен. Так, келесі есеп. Бізде келесі есепті жаңа айнымалы енгіземіз. 7-нің x дәрежесін біз t деп аламыз ғой. Сол кезде мынау t квадрат болады. Яғни t квадрат азайту 8t плюс 7 үлкен 0-ден. Енді мына жерде t1 t2-ні сразу тауып алсақ болады. Сіздер ветке или дискриминантқа сала беріңіздер, бірақ мына жерден сразу тауып алуға болады. Так, қателеспесем, неше? 7 мен 1, Так, 7 мен 1, яғни t1 7-ге тең, t2 1-ге тең. Сонда біз бетеміз. Бұлай аламыз, 1 мен 7-ні саламыз, мынау 1, мынау 7. Басқа түспен өрнектейік. Так, плюс 7-тен мынау минус, мынау плюс. Бізге керек аралық үлкен аралық. Үлкен аралық деп отырғанымыз ол плюс аралық. 7-тен плюс шексіздікке дейін, минус шексіздіктен 1-ге дейін. Енді оқушылар қараңыздар. Бізде 2 жауап болады. Яғни 7-тен үлкен. Бізде t деп отырғанымыз t кіші 1-ден, және де t үлкен 7-ден. Біз t-ның орнына міне 7x апарып қоя саламыз. Яғни 7-нің x дәрежесі кіші 1-ден, 7-нің x дәрежесі үлкен 7-ден. Бұны шығару үшін бетеміз оқушылар қараңыздар. Мынау 1 деп отырғанымыз ол 7-нің 0 дәрежесі. Кез келген санның 0 дәрежесі ол 1-ге тең. Сондықтан 7-нің 0 дәрежесі міне 1-ге тең. Сонда x кіші 0-ден. Ал мына жерде 7-нің 1 дәрежесі мынаумен қысқаратта x үлкен 1-ден болады. Яғни x 0-ден кіші, бірақ 1-ден үлкен. Яғни 1-ден бастап плюс шексіздікке дейін, 0-ден минус шексіздіктен бастап 0-ге дейін. Жауабы v болады. Так, мынау қателеспесем соңғы бет, яғни соңғы есеп. Бұл есепті шығарып біткеннен кейін кері байланыс қалдырыңыздар. Егер ұнаса лайк басып, достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Ал кеттік бастаймыз. Бізде 1 деп отырғанымыз 9-дан 4 арқылы жазамыз, чтобы қысқарту үшін екеуін. Так, 9-дан 4 кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең дедік. Сонда 9-дан 4-тің 0 дәрежесі болады. Мынау мен мынау қысқарады. Қазір бір қызық болады, қарап отырыңыздар. Так, x квадрат минус 2x бөлінген x квадрат. Так, оқушылар қараңыздар. Мына жерде үлкен не тең болмайды. Кіші не тең 0-ден болады. Мына дәрежелер қалды ғой тек қана. Неге 0-ден кіші не тең? Мына жақта үлкен не тең еді, бірақ не қабаратта кіші не тең болып кетті. Өйткені оқушылар, бізде мына 9-дан 4 деген сан, 9-дан 4 деген сан, ол 0 мен 1-дің арасында жатыр ғой. Егер де 0 мен 1-дің арасындағы, міне 0 мен 1-дің арасындағы санды қысқартатын болсаңыздар, таңба алмасады. Ал егер де 1-ден үлкен санды қысқартатын болсаңыздар, таңба алмаспайды. Сонда біз бетеміз. Так, аралық саламыз. Аралыққа біз 3 мәнді белгілейміз. Төбесін 0-ге теңестіреміз, астын 0-ге теңестіреміз. Төбесін 0-ге теңестірсек, былай шығады оқушылар. x минус 2, яғни x жақсы сыртына шығарып жібердік, бөлінген x квадрат осылай. Так, қараңыздар оқушылар. Бізде мына жақта
нольді белгілейміз. Мына жақта 1 дәрежесі мен 1 дәрежесін қысқартып жіберсек болады. Мынау кішіне тең 0. Сол кезде x минус 2 бөлінген x кішіне тең 0-ден деген шығады. Яғни 0 и мына жақта 2. Так, оқушылар, 0 мен 2 шықты. 0 мен 2 шықса, так, плюстен бастаймыз. Мынау 2 x-терін алды плюс қой. И плюстен бастаймыз. Плюс, минус, плюс. Так, кішіне тең аралық. Кішіне тең аралық дегеніміз ол теріс аралық. 0-ден бастап 2-ге дейін. 0 мен 2-нің арасы. Міне. Сонда жауабы бізде так 0 дейтін жай жақша болады. Неге? Өйткені санды 0-ге бөлуге болмайды, бөлімінде тұр. Ал 2 болса, ол тік жақша болады. Неге? Өйткені мынау теңдік белгісі тұр. Сонда жауабы 0 мен 2-нің арасы болады. Басқа жауап жоқ, е? Так, құрметті оқушылар, бүгінгі осындай кішігірім нұсқа талдау аяқталды. Осындай эфирлер көп шықсын десеңіздер, лайк басып достарыңызға жіберіп таратуды ұмытпаңыздар. Ал жақсы сау болыңыздар. Жақсы күндерде, жақсы жерлерде, жақсы адамдармен жолыққанша.